Сәлеметсіздер ме балалар? Балалар, бүгін бізде өте ерекше күн екен балалар, я? Сендер жаймен тақтаға қараңдар. Сәлем, мен Домра. Мен екшегіммен күйлер шертіп, халқымның мұңын да, шаттығын да жеткіземін. Менің үнімде ата-бабамның тарихы бар. Әрбір шертілуімде сыр айтамын. Маған саусағың тиісімен, мен саған көңілді, әуізді әуен сыйлаймын. Мен қобызбын. Менің сазым жүректі тербейді. Мен қобызбын. Менің үнімде әлеммен тілдесуге болады. Ассаламу алейкум. Мен көңілді дауылпазбын. Қолыммен ұрсаң гүрс-гүрс етіп, бәрін билеп кететіндей күйге енгіземін. Сәлем, мен сыбызғымын. Адамның жүрегіне тыныштық пен шабыт әкелемін. Мен арқылы табиғаттың сыры мен әуені естіледі. Балалар, не туралы айтылып жатыр? Біз саз бен ырғақтың бірігіп тұрған денеміз. Жақсы, аспаптар туралы айтылып жатыр, Бірге ән айтамыз. Қандай аспапты көріп тұрсыңдар? Әр нотамызда өмір бар. Дұрыс, домбыра, я? Сосын дауылпаз, қобыз деген аспаптар көріп тұр. Балалар, бұлардың бәрі музыкалық аспаптар екен, я? Балалар, біздің бүгінгі таныс болатын тақырыбымыз көңілді аспаптар тақырыбы екен. Балалар, сендер мына жерде не көріп тұрсыңдар? Қараңдаршы. Не көріп тұрсыңдар? Әрине аспаптар көріп тұрмыз, я балалар? Ендеше бәріміз шаймен отырып, аспаптарменен дауысын тыңдайық. Балалар, кәнекей, мына жерде қандай аспаптар тұр екен? Балалар, сылдырмақ аспап тұр екен, я? Кәне, сылдырмақ алайықшы қолымызға. Қолымызда сылдырмақ. Қайсы балалар қолымызда сылдырмақ? Ән салады сылдырлап. Қалай балалар? Бұлай, я балалар? Бұлай сылдырлайды. Ал қолымызда қоңырау. Қоңырау қайда? Балалар, қоңырау. Дұрыс, қоңырау. Ән салады, сыңғырлап. Кәне, сыңғырлатайық. Балалар, аспаптардың дауысы қандай балалар? Қандай? Дұрыс, сылдырлап, әдемі шығады екен, я? Бұлар барлы балалар музыкалық аспаптар екен. Балалар, енді сендер тақтаға назар салыңдар. Аспаптар әні деген ән тыңдағыларың келе ме? Балалар, біздер жаңа аспаптармен таныстық, я? Енді балалар, аспаптар деген әнді бірінші үйренетін боламыз бүгін, ема? Енді кішкене экранға қарап, аспаптар ән тыңдап алайық, сосын бірге айтып үйренеміз. Балалар, қандай ән тыңдадыңдар? Аспаптар ән тыңдадық. Енді балалар, жайменен менімен қосылып, әнді бірге айтып үйренейік, ема? Кәне, қол шапалақсақ, тұяқтасқа. Сылдырма. Ой, жарайсыңдар, балалар.
жарайсыңдар. Домбырам бар қосы шек, күйтерткенде еріншек, тыңдаған жан тамсанар, елешегі ел кезек. Сасырнайым тағы бар, тыңдаған жан тамсанар, әуелетіп ән салсаң, сыбызғым бар сыңғырлар. Балалар, енді біздер бар ғой, телефон деген әдіс арқылы әнді жаттап үйренейік ма? Ол үшін сендер жаймен отыра қойыңдар. Мен қазір барлығыңа телефон таратып берем ма? Балалар, сендердің алдарыңда не тұр? Телефон. Дұрыс. Енді біздер балалар жаңа әнді осы телефон арқылы жаттайық, я? Қане телефондарыңды ала қойыңдар. Соның ішіне кіремізде аудио жазба дегенді тыңдаймыз. Аузымызға апарамыз кәне бәріміз. Домбырам бар қосы шек, айтамыз. Күй сартады елешек. Жарайсыңдар. Ал енді балалар, кім тағы да ән жаттағысы келеді? Кәнекей, мен телефонына келеміз. Кім жаттайды? Келе ғой. Қолымда күй шерткенде қосы шек. Сосын күй тартады. Тамсанып, әуеніне ел ермек. Балалар, жаңа әнді телефон арқылы жаттадық қой, я? Енді соның сөзін үнтаспадан тыңдайық, ма? Балалар, біздер Бейші апайымызға қосылып, әуенді бей қылымен қозғалсын жасап жіберейік, кәнекей? Айда орында әдемі болып тұрамыз, аяғымызды қосамыз, әдемі болып тұрамыз. Балалар, бір айтып жіберейін де. Балалар, бәріміз енді әуенге сай би элементтерін жасап үйренейік. Біз көңілді балалармыз, үлкен шеңбер құрамыз. Көпірлеген күйді тыңдап, би қимылын жасаймыз. Ат болып та шабамыз. Ал ат болып шабамыз. Секіреміз балалар. Секіреміз бұл. Ой, жарайсыңдар. Секір жадыра. Құс болып та ұшамыз. Кәне бал, я? Балалар, енді біздер қосалқа күйіне аспаптарменен сүйемелдеп күйге еріп көрейік, ма? Қанекей. Ең бірінші бізде қасық басайды,
Балалар, біздер бүгін қандай аспаптармен таныстық? Домбыра. Дұрыс айтасың, сосын? Аспаптар. Тағы? Иә? Қандай аспаптар еске түсіреміз? Дұрыс, қобыз, сосын? Сылдырмақ. Жарайсыңдар, тағы да? Қасық, дұрыс айтасың, сосын да қолымызға алдық қой? Қоңырау. Дұрыс, қоңырау аспаптармен тазы. Балалар, бұл аспаптардан қандай дыбыстар шығады екен? Әдемі әуен шығады екен, иә балалар? Кәне, балалар, бүгін біздің іс-әрекетімізге сендер қандай көңіл күймен қатысыңдар? Керемет деген көңіл күймен қатысыңдар. Сендерге көп рахмет. Балалар, сендер енді өздерің топтарыңа барып, еркін ойындарыңды ойнай қойыңдар. Көңілді әуенмен бәріміз қоштасайық, ема? Тері